телеканалында кече айтқан күннің эсас адиселеріне хаберлер информацион қызметі екіншіке. Селам алейкум сайғылы серджілер, студияда мен Фадиме Сейтмаму чалшам. Ве бүгін біздің мұхберлеріміз бойлы адиселер ақында тариф әтем. Яш лоқса қадын вефат етті, тетқиқат ішлер алып барыламы? Не үшін ескі газ баллонларыны қолданмақ мүмкін дегел? Ақмесжеттің соғағында 2 айдан берлі тешілген Борунин меселені ал етмейлер. Икмет чоғрағы мечмуасына ве Хидает газетасына абуне девам етмекте. Бұл ведігер вақайлар хаберлер программамызда тақдим етіле. Ломоносов адына Москва Девлет университетінің ректоры Виктор Садовничий президент Владимир Путин или Курушкен вақыт Украина деврінде Ақярда Али оқу юртының филиалына чалышмаға кедер еткендер ақында тариф етті. Ректор айтқанына көре университетке лицензия бермейділер, ве шерді йоқ етмеге тырышайдылер. О ағыр вазиетті еді. Шымды филиал яқшы яшай, деп қайдетті Москва Девлет университетінің ректоры. 700 студентов сейчас вот там обучается. Это спортивный комплекс. Такого комплекса на юге России нет. Это вышка 10-метровая, бассейн. Это вот научный кампус, это вот учебный корпуса. Какая-то специализация там есть? Там 6 факультетов: математика, экономика, география, русский язык, физика. Полноценная абсолютно. Америка Қошма Штатларының президенті Барак Обама дәулет елбашчысы оларақ америкалыларға сонки нұтқы иле мұражат етті. Ве 38 еллық президент фәлиетіне екін чекті. Сағылқлашқан президент өз ватандашларына бойлы эсас фикірні еткізмеге тырышты. Американ демократиясы улудыр. Ве оны ичкі ве тышқы телекелерден құрчаламақ керек. Русияны әмді қитайны Обама Америка Қошма Штатларының рақыплері деп адлады. Январның 20-сінде президент вазифесінде Барак Обаманы оның эссас саяси оппонентлерінден бірі Жұмхуриетчі Дональд Трамп деңіштірежек. Тақиқат комитеті 29 яшлы Лоқса Зуре Сулейманованың өлімі себебінден жинайы иш бойынша өз тетқиқатларны девам еті. Хатırlatамыз, кечкен сененің ноябрь айында Ахмеджет шерінің хастаханесінде бала доған яш Лоқса қадын вефат еткен еді. Біздің телевизион тақымыз бұл меселеге диққат айырған еді. Бұл мевзуны девам етерек біздің мұхбиріміз София Шукурова тетқиқат насыл кечкені иле мерақланды. Тақиқат комитетінің хадимы Евгения Беликованың сөзлеріне көре, қабатлылар жезан алacaqlar. Тақиқатның вақыты девамлы олacaq, чүнки Лоқса бір хач хастаханелерге мұражатнен болынған еді. Оның үшін тақиқатчылар бұл ішіле бағлы әрбір тіби хадимнен сорғу кечірежеклер. Бұндан ғайры әршей махкимет тіби экспертиза нәтижелерінен бағлы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В настоящее время данное уголовное дело расследуется. Назначено проведение ряда необходимых экспертиз. Кроме того, допрашиваются медицинские работники. Следует отметить, что после поступления сообщения о смерти роженицы следственными органами было незамедлительно возбуждено уголовное дело. Санкции части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. Аятсевер бақлы веғарет еле толу 29 яшлы Зуре Сулейманованың айны бөле алда қадынның соя храбасы Лоқсаханеге өзғардылар. Доған баланен берабер чықарылған бірінші фоторесім Зуре үшін сонке олажағыны о вақыт бір кемсенің ақылына біле келмейді. Бала доған Зуре 3 күнден сон хастаханеден чықарылғанда сағлам дегеледі. О аяқта зорнен турайды. Атты баланен берабер фотосессиясындан ред етті. Дей Зуренің тезесі. Евде қызның сыжағы 39 дәрежеге көтерілді. Сақаяғы шышты. 2 күнден соң оны әжеле ярдымнен екінші Лоқсаханесінің гинекология бөлігіне алып кеттілер. Анда олар бір-де-бір хасталық көрмейіп, қадынны урологик бөлігіне йоладылар. Анда есе Мерьем Медина таздықланғанына көре, апайны евге йоладылар. Да үш хастаханеде айны бөле жевап oldu. Келді уролог, бақты, удайтты. Бұл мен қастам дегіл деді. Ап кетін деді, 6-шы горбольницаға деді, как аяғы шишік еді, сыжағы да бар еді.
как веналарында тромбофлебит деді. Пусть кетсін, алып кеттін анда деді, как тромбофлебит. 6-й горбольницада кене бақтылар хирурглар біздің айтты, бізде это не тромбофлебит деді, это как сосудистый, бізде сосудистый хирург жоқ деді. 39-5 жағынан отырамыз біз кушеткада, коридорда беклеп, анда беклеп. Қардашларының сөзлеріне көре, кемлер кечірілген нәтижеви консилиумден 3 күнден соңра екінші лоқсаханесінің гинекологлары ось хасталығыны көрмейіп, оны башқа Семашқа хастаханеге йолладылар. Анда қадын ярамайып, кома алына түші. 8 күнден соң есе жан бере. Олюм шаадетнамесінде патолога-анатом екімлерінің нәтижесінде бүйрек жегер етішмемезлігі велоқсалықтан соң пейда олған сепсіз. Зөренің өмір арқадашы апайы кечінген соң бірден прокуратураға ариза езді. О тақиқат адалетле олур деп ишана. Беле олғанына көре бір айдан соң жинайы иш açılды. Мы подали сразу заявление, через месяц они возбудили. И то возбудили не по моему заявлению, а посредством массовой информации. То есть мы это услышали там в передаче, мы снимались, в передаче было, там это узнали. А дальше там, конечно, письма приходили. Там, кого назначили, они следователя, кого назначили, там, не помню, там, по письмам, в принципе. А так, никто никого не вызывал, никто ничего неизвестно. После смерти, там, через месяц результаты, да, гистологии, вот они брали все, то есть, эти тоже результаты известны, там, неофициально добились, там, узнали то, что там все пошло через матку, то есть, воспаление там идет и... Эки бала оксюз қалды. 4 yaşındaki Ринат ве 3 айлы Герай. Ольген қадынның тезесі айтқанына көре, Ринат аляда анасыны беклей. Баласы hep беклей, анам больницада ды. А bu anam gülçükleri pencereye barады, bu anam gülçükleri, zor anam gülçükleri. Ali bu gün bala beklep otura. Küçükenen ebette haberi yok. Aşağı yataş de oyse, Olgen'ge yazık alған ne yapacak? Yaşaymız. Küçük 3 айлы Герай қарданасының қалды. Bu bala çıkın adı Geray'dır. Anası koluma tutturup ketті больницаға кеткенде. Anası balаны sağa berem, men больницадан çıkkanda ne tersiz dep. No больницадан qaytып kelmedi, sağ bala çık kaldı mende. Gece gündüz ekimiz berabermiz. Тақиқат девам ете. Зөренің яқынлары үміт етелер ки, махкеме адалетлі қарар шығарыр. Bizim телеканалымыз тақиқат кетішатыны незарет алтында тұтажақ. София Шукурова, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Devlet Duma bugün resmi şekilde bar sesiyasını açtı. Rusya Federasyası Devlet Dumasının mebusları birinci plenar oturuşuruğa toplaştılar. Toplaşıp ketişatında mebuslar tahmini kanun çıkarıcı iş programmasını müzakere ettiler. Umumen Duma'nın kun mevzusunda bakılacak 101 sual var. Алазырда Қырымда 100 000 абонент тұрмыш шарайтлерді шынген газ балонлармен қоланалар. Қырымлылар сонки 2 ел девамында яңы газ донатмаларына кечтілер. Бұл яңы донатмаларының насыл үстінлігі бар. Вене үшін ескі газ балонларыны қоланмақ мүмкін дегел. Бұл суалерге жауапны мұқпирimiz Сабрие Халиляева өгренді. Шер пропискасы бар, амма яшай шарайтлары мұшкөл. Энді 12 йылдан берлі ана юрт қасабасының сакины Алим Рахимов таби газсыз ешамаға мечбур. Комыр, одын ве балонлардaki газ. Ана юртта бұл чоқтан берлі омыр схемасыдыр. Алим Рахимов айта ки, чоқ йыллар девамында Украина чықарылған газ балонларыны сатын алғанда, олар 1,5 айға етейділер. Ве кейфиетлі де гүзел дегіледі. Сонки 2 йыл девамында яны газ донатмасына кечтілер ве эр шейден ұшты гүзел же олды. Ağaçladım, gaz balonu ağaçladım. Eski balonunu alıptı, yanı balon verdiler. Запечатанный, заклеенный balon şeylerin. Ondan sonra meni şükür Allah'a yaxşı oldu. Gaz meselesi уже yengil oldu. O gaz balonu bir gaz balonu doldurup kesem, yok degende 4 ayga desem de olacak, mağa yete işte. Gaz donatması boyunca mütehassıslar haydeteler ki 2014 sene dekabrın 20'den gaz balonlarının işletuf müddetine yanı tapalar hukum sürüp başladı. Olarını Rostexnadzor tasdiqladı. En ziyade olar 20 yıl kullanabilirler ve 5 yılda en azdan bir kere texnik şartlık geçirmek gerek. Kompozit maddetlerden yapılgan balonlar Rusya için yanı şeydir. Olar evvelki balonlardan haviliği, ağırlığı ve hafsızlık seviyesi ile pek farklanalar. O maddenini yok etken korroziyaga uğramay. Те баллоны, которые еще
2018-2019 yıllarga işletuv müddeti artırılgan balonlarını biz tolduracağımız çünkü onların üstünde gerekli bilgiler var. Eski balonlarını yavaş eksploatatsiyadan çıkaracağımız ve insanlar onlarını kullanmayacaklar. Fatma Rahimova aytkanına göre yangi Rusiyeli balonlarının keyfiyeti yüksekçe ve onlarını turmuşta kullanmak oңайтылча. Elbette bu balonlar pek oңайтылы. Özümüzni haflı sayamız, lakin onların yerinde tabii gaz olsaydı da güzelce olur edi. Odun ve kumurden çöplük olmaz edi. Gaz donatmaları boyunca ekspertler gaz balonlarını maxsus yerlerde satın almağa tavsiye eteler. Xavfsızlık birinci növbette durmalı. Kullanıv müddetте yekunlenген gaz balonlarını kullanmaz. Öz yakınlarınızın xavfsızlığını temin etiniz. Sabriye Halilaeva, Ruslan Xaxlov, Akim Bekirov, Alisher Alimov, Millet üçün. Кезлев шәрі бойынша Русия Ичкі ішлер Назирлігі бөлігінің үч хадимы яңы квартираларының сайыплері олдылар. Идаренің ребері Шақси Корушев кетішатында Кезлев полис хадимлеріне 2016 сененің девамында яқшы чалышқанлары үшін ве яз курорт мевсімі вақытларында тәртіпні незарет еткенлері үшін менидарлық білдірді. Иш зияреті кетішатында Қырым Жұмхуриет Ичкі ішлер Назирі полис генерал-майоры Сергей Абисов бөлік Шақси тәртіп етілген вақытта үч хадимге квартираларының анықтарларını тақзим етті. Бүгін есе полис бөлігінің хадимлері оз 2 ве 3 одалы яңы квартираларны яшамаға кірежеклер. Бұл квартиралар Кезлев шерінде 9 қатлы евде ерлеше. Хочу отметить, что событие это на самом-то деле знаковое для наших сотрудников Министерства внутренних дел. После вхождения в Российскую Федерацию, это впервые мы сегодня вручили ключи от 3 квартир сотрудникам МВД по городу Евпаторию. Хотел бы отметить, что это врученные квартиры как сотрудникам, которые перевелись к нам с материковой части Российской Федерации для прохождения службы, так и сотрудникам, которые здесь уже продолжительное время проходят службу. Это впервые. Я думаю, что на этом мы на сегодняшний день не остановимся. Работа в этом направлении идет. Я думаю, мы будем чаще отмечать такие события. Суға язықлар олсын, Ахмесжит шерінің промзона битумная адлы мескен ерінің внешне соғағында яшыған сакенлер ечележек сумны тоқтатмаға мұражат еделер. 2 ай евел бұл ерде су борысы тешілді. Ве о вақыттан берлі сув тоқтамайып ақа. Бұл меселені алетмек үшін ичбірчаре бақылғаны yok. Тәфсилатларнен біздің мұғбіріміз таныш етежек. Внешне соқағының сәкелері бізді муариретімізге мұражат етіп, пейда олға меселіні чезмеге ярдым етіңіз деп рижа еттілер. 2 ай евелсі сув борысы тешілді, нетижеде сув тоқтамаздан ақа. Сәкелер айтқанына көре меселенің себебі бұл ерден девамлы вақыт юклю машиналар юргенінде, ве труба ezilgenінде. Сюда ездят очень большие. Мында 3 ел девамында балабан юк машиналар қатнай. 10-11 машина чешет мақсулатларнен юклю олып келелер. Нетижеде бұл трубаны езді. Енді мұна су ақа, евлер түбіне ақа. Біз балаларымызден бұл ерде кешіп оламаймыз. Yollar да мұна ярамай алда. Сәкенлер енді акимиет векілеріне, автодор шirketіне ве водоканал идаресіне мұражат еттілер. Ама меселе аляда чезілмеді. Су евелкі кыбақа. Адамлар айталар ки мұнда енді атта хавуз пейда олды. Мы куда только не обращались, это... Біз ерге енді мұражат еттік. Ама білгеніміз кібі бұл территория ичбір ерге бақмай. Не водоканал, не де башқа идаре бұл ішке месулет чекмейлер. Базы инсанлар сусыз отыралар. Амында есе су зиян ола. Бұл ерде мұна енді хавуз да пейда олды. Бұл меселеден ғайры сәкенлерінің да бір sıra чезілмеген суаллері де бар. Меселя соқақлар ярықсыз, yollarda асфальт yok. Әмді евлер янында пейда олған чөплік обалары чоқтан берлі жиштырылмай. Чөплік чықарылмай. Этот мусорник убирался где-то еще... Бұл чөплік обасы да язның сонында темізленген еді. Біз қайда чөпліклерін ташлайық? Мұнда бақыңыз, бақылар yok. Чөплік бұл ерде темізленмек керек. Ама içilgen сув боштан бош аққаны сәкенлеріні шымды ең зәде ратсызлай. Ахмеджит водоканалы бұл меселе ақында хабердар. Олар айтқанына көре бұл ер водокрым шirketіне бақмаса біле, анда чоқ сефер барып сув қапатылған еді. Бұл ер губ автодор шirketінің балансында. Шirketінің мұражаты иле мұтехасыслар бұл ерге чықмаға азырлар. Мы ждем сейчас, пока... Біз шымды беклейміз, не вақыт губ автодор векілері бізге бұл меселені чезмеге ярдым көстермек мұражатынен мектіп yollayacak. Ve biz hepimiz mahsus gerekli техниканы bu yerге yollarak ve kazayı meseleni çözmege hazırmız. Сәкенлерге есе бұл меселе тез вақытта чезілежегіне умут етмектен ғайры бір шей қалмай. Халиме Кайбулаева, Дем Исмаилов, Аким Бекиров, Дмитрий Низовой, Миллет үшін.
Ветамамшымды редакциямызға бұл койының ерлі сәкінлері телефон açып айттылар ки, қаза олған ерге меселені чезмек үшін мутехассызлар келді. Январның 11-інде күннің 2-ші қысмында, әмді январның 12-сінде бұтын күндевамында Қырым өзенлерінде су севиесі көтерілуі бекленілі. Егер сіз бірде-бір өзенге яқын ерде болынсаңыз, мұқайт олыңыз, су ақымына яқынлашмаңыз. Балаларының вееслі башлы инсанларының қавсызлығына мұқайт олып, этрафтаки адамларға айры диқат айрыңыз. Февқұляде вазиет пейда олған вақыт 101 екене құртарып номер бойынша телефон açmaq керек. Жеп телефонлардан 010. Қырым Cumhuriyet boyunca Rusiya Fevqulade Vaziyet Nazirliğinin işançlıq telefonu 55 09 04. Қырымның пайтақтында меркези базарының территориясында қанунсыз ерлешкен биналарының бозылуы девам етмекте. Бұл ақтақ Месжид мемориетінде хабер еттілер. Объектлерінің бір қач сайыплері базар янында ерлешкен бір sıra тижари павильонларны өз істеклері бойынша yok етелер. Қанунсыз объектлерінің yok етілуі ақта мұхбиріміз Айша Шулакова тариф ете. Kanunсыз olğan inşaatlarının yok etilivi şehir memuriyeti ile anlaşma bozuluvu sebebinden ötkerilir. Ahmetçik şehir memuriyetinin saytında yazıla ki, şehir hakimiyetinin işbirlikte bulungan iş adamları bir sıra investision leyhalarının omurga keçirilivine akları var. Biz merkezi bazarga kelip kanunsuz obyektlerinin sahiplerini tapıp olamadık. İşçiler ise biz ile laf etmege reddettiler. Stasionar olmagan inşaatlarının yok etilivi akta şehirlilerinin fikirlerini soradık. Загромождают вот эту площадь. Merkezini gereksiz olmagan inşaatlarla dolduralar. Yağmurlu hava olganında mında keçip olamaysın. Her şey estetik cihetten dulber olmalı. Birinciden mında küçük dükkanlar var idi. Biz ne yerde ne satılganını biledik. İkinciden maşinalarını koydular. Endi araba seni basmasın dep korkup geçesin. Men razı değilim. Buna böyle adamlar özün kurantanın bakan söyler. Onlar sen hepsini kayıp etmeye bir süpermarket yapma. Anda katlasınlar. Son onlar istediğin fiyatını koyacaklar. Men birisiyim halk kırsılamayı. Kapitapma sesi çalışsın. Bu insanlarga başka yerde ticaret için yer vermek gerekler. Yok eteler, insanlar ise işsiz kala. Hatırlatamız ki Cumhuriyet başının emrine göre merkezi bazar yanında yerleşken ticari obyektler yerleşivi boyunca şehir hakimiyeti tarafından müesseseler ara teşkil teşebbüsü gösterildi. Neticede bir sıra ciddi bozullar tapıldı. Kaydetmek gerek ki şehir hakimiyetinin kararına binaen Kozlova adına sokağında yerleşken 20 kapital sayılmagan inşaatlar yok edilecek. Bozulup stasionar olmagan obyektlerinin gerekli yerge transportirovkası ile şehir hocalık departamenti uğraşacak. Ayşe Şulakova, Ruslan Xaxlov, Millet üçün. Yanvarның 29-ында Қырым мұсылманларының бірінші группасы Саудия Арабистанға кечек ажылыққа yol alacak. Мұсылманлар умра мерасимini keçirecekler. Аль-Харам жамисini ziyaret edecekler. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulungan yerlerde keçirilgen ekskursiyalarda iştirak edecekler. Umra yani kечек ажылық ibadetini kılmağa istegenler Ahmezci şehri Kurçatova sokağı 4 adresi boyunca Kırım ve Akıyar musulmanlarının dini idaresine müracaat ete bileler. Biz dini idare olarak musulmanlarga umreni yapmaga imkan hazırlayımız. Öyle bir fırsatlarımız var. Yine de Muslim Tur degen operatornen acılıkka bizim acılarımızın apkıtken operatornen yine de işbirlik yapamız bu mevzuda ve mana yanvar ayında, yanvarın 29'unda kısmet olsa Kırım'dan bir gruppa kardeşlerimiz umreye gidecekler. Fevralde de bir gruppada olacak. İstegenler yazılabilir. Kırım musulmanlarının dini idaresi tarafından neşir etilgen Hikmet Çoqragı Mecmuası ve Hidayet gazetasına abone devam etmekte. Mezkur basma neşirlerinin sayfelerinde yarımadada din inkişafı hakkında makalelerini, musulman ümmetini rahatsızlagan ve bundan gayrı İslam dini hakkında doğru ve faydalı malumatlarını tapmak mümkün. 20 yıldan ziyade basılgan Hidayet gazetası ve 2012 senesinde neşir olgan Hikmet Çoqragı Mecmuası, Kırım Müslümanlarının dini idaresi tarafından derç etilgen resmi basma neşriyetleridir. Hidayet Müslümanlar ve İslam dininden meraklanganlar için gazetadır. Gazeta ayda bir kere basılıp 10.000 nuskada çıka. Dini gazeta yarmadamızın camilerinde ve Kırım Müslümanlarının dini idaresinde bedava tarqatıla. Bizler öz gazetamızda
Кырым мусульманлары үчүн актуаль болгон эм маселелерни көтөрөбүз. Эмди умумен мусульмандарга дин жакында белгилер бермеге тырышабыз. Эсасен белгилерimiz фыкых менен баглуу, кадындар үчүн, балалар үчүн айры рубрикаларыбыз бар. Кырым мусульманларынын Эр-Анги тарафынан оларны миракландырган суалерге жооп бермеге тырышабыз. Hikmet Çokrağı meraklı ve faydalı mecmuadır. Onun sayfelerinde çeşit mevzuda, yani din, ruhiyat, tarih, felsefe ve bala alemi gibi mevzularında makalelerini tapmak mümkün. Hikmet Çokrağı mecmuamızın esas maksadları şu milli ve dini değerlerimizni canlandırmak milletimiz arasında. Ve bununla alakalı mecmuamız hem kartlar, hem yaşlar, hem de orta yaşta olan insanlar için hatta bağlacıklarımıza bile müracaat etti. Ve böyle olan gibi neşriyat güzel bir vasıta İslam dinimizni tanıtmak, İslam dinimizi davet etmek. Gazeta ve mecmua dünya yüzü görmek için mütehassıslar, yani ilahiyatçiler, din alimleri ve hocalar çalışırlar. Büyük takım yaşırının her bir sanını meraklı, faydalı, aktüel sorularının açıklanığı üzerinde çalışır. Hidayet gazetasına ve Hikmet Çokrağı mecmuasına abone olmak isteseniz, özünüzün poçta bölüklerine müracaat edebilirsiniz. Mavile Yubumer Mustafaev, millet için. Hatırlatamız, 2017 sene yanvarının 14'ünde Burçokrak kasabasında 44 sanlı mektepinin kapıları bu okul müessesinde çalışmağa istegenler için açılacak. Yanvarının 15'inde ana babalar ve talebeler davet etileler. Bu noktada yayınımız sonuna etti. Bizim muhbirlerimiz yangi malumatlar üzerinde endi çalışmaktalar. Nevbeteki Rus tilindeki haberlerini meslektaşım Neriman Tarsinova alıp baracak. Onlarını kaçırmanız ve evlerinizde tek iyi haberler kelsin. Sağlıkla kalınız.